Он пытается общаться. Это Бат. Фильм Америкаға тиесілі суасты қайығында басталады. Қайық бір қалыпты жүзіп, бәрі қауіпсіз көрінеді. Алайда экипаж теңіз түбінде бір түрлі нәрсе болып жатқан сезеді. Олар тексере бастайды, бірақ оның не екенін анықтай алмайды. Көп ұзамай Кайман шұңғымасына жақындағанда қиындықтар басталады. Жарықтар жанып өшіп тұрады, басқару жүйесі жауап бермей қалады. Ал гидравлика өздігінен іске қосылады. Экипаж бір сәтке бір қалпына келді деп ойлағанымен, қайық тастарға соғылып, қатты зақым алады. Электр қуаты толық өшіп, су асты қайығы мұхит түбіне құлайды. Су бөлімдерге кіре бастаған соң капитан қайықты енді басқара алмайтын түсініп, көмек шақыру үшін бағлау құрылғысын жібереді. Сигналды әскери кеме қабылдайды. Оның экипажы теңіз астында бұрғылау жұмыстарымен айналысатын компаниямен байланысады. Компанияны Бат есімді адам басқарады. Ол жұмысшыларға операцияны уақытша тоқтатуды бұйырады. Командаға компания құтқару миссиясына көмектесуге ерікті болғаны айтылады. Өйткені олар істен шыққан су асты қайығына ең жақын орналасқан. Миссия өте қауіпті болғандықтан оларға әдеттегі жалақысының 3 есесі ұсынылады. Бірақ Бат бұған қарсы болады. Себебі мұндай күрделі операцияны орындауға тәжірибеміз жетпейді деп ойлайды. Кейін оған қажетті мамандарды қамтамасыз ететін әскери Сейал жасағы қосылатыны хабарланады. Бат бейне байланыс арқылы бұрынғы әйелі Лэнсеймен сөйлесіп жатады. Екеуі үнемі сөзге келіп қалады. Лэнсей әскери адамдармен де, бұрғылаушылармен де жиі келіспейді. Себебі ол ойын ашық айтатын өте батыл адам. Дегенімен оның айтқандары көбіне орынды болады. Лэнсей платформаны өзі жобалағандықтан оны бәрінен жақсы біледі және әскери Сиял тобымен бірге басқа су асты кемесі арқылы теңіз түбіндегі станцияға түседі. Кіру алдында ол сарбаздарға жоғарғы қысымды ортаға енудің қаншалықты қауіпті екенін ескертіп, көптеген адамдар мұндай жағдайға шыдай алмайтынын айтады. Сол жерде Харрем Кофи есімді сарбаз бұл ескертуді елемей тым еркін сөйлейді. Екінші жағында Кетфиш деп аталатын мұңайшы бір хиппи жігітті мазақтап жүреді. Ол Сейал сарбаздарынан да мықты адамдармен төбелескен айтып, оң қолын балға деп атағанын мақтанышпен жеткізеді. Көп ұзамай Лэнсей платформаны тексеріп, оның жағдайына алаңдайды. Өйткені ол бұл жүйемен ұзақ уақыт жұмыс істеген. Бат екеуі жабдықты қарап жүргенде, ол Баттың саусағындағы неке сақинасын байқайды. Неге әлі күнге дейін тағып жүрсін деп сұрайды. Өзі бірнеше жылдан бері сақина тақпаған айтады. Екеуінің арасында жанжал шығып, ашуға болған Бат сақинасын жұлып алып лақтырып жібереді. Біраздан кейін ол бұл әрекетіне өкінеді де сақинаны қайта тағады. Бірақ қолын көк түске бояп алады. Осы кезде Кофи миссияны өз бақылауына алуға тырысады. Алайда хиппи жігіт радиациялық ағып кетулерге байланысты сүңгуге қатыса алмайды. Кофи Баттың қарсылығына қарамастан мұңайшыларды жаттықтырып, 15 минуттан кейін сүңгуге дайын болды бұйырады. Сол уақытта мейірімділеу бір Сейал сарбазы Хиппи мен Кетфишке аса терең сүңгу кезінде қолданылатын ерекше тыныс алу технологиясын көрсетеді. Ол технологияны тексеру үшін Хиппидің егеу құйрығын сұйықтыққа толы шағын ыдысқа салады. Егеу құйрық судың ішінде сұйықтық арқылы тыныс ала бастайды. Мұндай технологияны бұрын көрмеген мұңайшылар қатты таңғалады. Кейін сүңгу үрлер тірі қалғандарды іздеу үшін су асты қайығының қираған бөліктеріне кіреді. Оларға қашықтықтан басқарылатын Little Geek атты ров көмектеседі. Оны Хиппи басқарады. Кофи су асты қайығында Хиросимада қолданылатын бомбадан да қуатты бірнеше ядролық оқ тұмсық бар екенін ашады. Ішке кірген соң топ бөлінеді. Батпен бірге командадағы ең тәжірибелі адам Джаммер жүреді. Ол мәйіттің аузынан шаяндар шығып жатқан көріп, қатты қорқады. Бат оны тыныштандырып, қозғалмай тұруын айтады. Бірақ Бат көзден таса болғанда, Джаммер қайықтың соңғы камерасын тексеріп жүреді. Долғасындағы шам жыпылықтай бастайды. Кенет оның алдында қызғылт түсті бір түрлі тіршілік иесі пайда болады. Джаммер қашуға тырысып, жабдығына соғылып, есінен танып қалады. Осы кезде Лэнсей басқа су асты аппаратынан ашық түсті белгісіз жаратылысты байқап қалады. Жаңалықтарда бұл апатқа Ресейдің қатысы болуы мүмкін деген болжамдар тарайды. Сондай-ақ америкалық кемемен соқтығысқан ресейлік кеме суға батқан айтылады. Кофи мен оның тобы
рұқсатсыз бір су асты аппаратын алып, қайтадан апат орнына түседі және жаңа табылған нысанды зерттей бастайды. Осы сәтте алып дауыл жақындап келеді. Найт платформаны су асты аппарат арқылы бекітуге тырысады. Бірақ әскери кемедегі алып кран үзіліп, мұхитқа құлайды. Ол платформаның қасына түсіп, кейін шұңғыманың шетіне домалап кетеді. Ауыр салмақ платформаны да өзімен бірге тартып, бүкіл станцияда үлкен дүрбелең туғызады. Платформа өте қауіпті күйде тоқтап, су басқан бөгеттерде бірнеше экипаж мүшесі қаза табады. Зардап шеккендердің арасында Монк та болады. Ал Хиппи өз үйге құйрығын құтқарып қалады. Тірі қалғандар жабдықтарды жөндеп, қажет материалдарды сақтап қалуға тырысады. Линдсей бөтен өркениетпен екінші рет кездеседі және оның жау емес, достық пейілді әрі қызығушылық танытатын тіршілік иесі екенін түсінеді. Ол оттегі баллондарын алып келу үшін арнайы костюм киіп теңізге шығады. Сол жерде бөтен жаратылыспен қайта кездесіп, оны қолмен ұстап көруге мүмкіндік алады. Линдсей оның достық мінезді ақылды және зиянсыз деп сипаттайды. Кейін рофқа орнатылған бақылау камерасы арқылы Хиппи Кофидің қолында ядролық оқ-тұмсық бар екенін байқайды да, бұл туралы Бат пен Линдсейге хабарлайды. Линдсей Кофимен сөйлесуге барады, бірақ оның адамдарының бірі Линдсейді ұстап алады. Сол кезде Бат пен оның командасы Линдсейді қорғап шығады. Екі жақ арасында қысқа ғана қақтығыс болады. Мұңайшылар кетер алдында Кофидің арқасының артында тапанша ұстап тұрған көрінеді. Бат Линдсейдің бөтен жаратылыстарды жақтағанына қарсы болып келген еді, бірақ көп ұзамай оның көзқарасын өзгертетін оқиға болады. Теңіз суынан құралған жылан тәрізді су қолы мұңайшылардың бөлмесіне кіріп, Баттың бет әлпетін қайталап көрсетеді және достық пейіл танытады. Это я. Нет. Не бойся. Кейін ол Кофиге барады, бірақ Кофи бұған қызықпайды. Есік жабылған кезде су қолы еденге тамшы болып ыдырап кетеді. Осыдан кейін экипаж Кофидің жоғары қысымнан туындайтын жүйке синдромының әсерінен паранойяға ұшырағанын күдіктене бастайды. Ал оның білегіндегі бірнеше кесік жағдайды одан әрі күшейтеді. Оның Сел әріптестері қару алуға мәжбүр болады. Кофи ядролық оқтұмсықты дәліз бойымен алып өтіп, оның Биг Кик деп аталатын рофтардың біріне бекітеді. Оның мақсаты аппаратты шұңғыманың түбіне жіберіп, бөтен тіршілік иелерін жарып жіберу. Кофи бұл жаратылыстар Ресеймен болып жатқан қақтығыспен байланысты екенін әлі де нық сенеді. Алайда мұңайшылар оған қарсы шығады, ал Монк оның шешімдері ашық түрде күмән қалады. Бұл үлкен қақтығысқа әкеледі. Монк оқ-тұмсық жарылғанға дейін 3 сағат бар екенін, сол уақыт ішінде барынша қауіпсіз қашықтықта жету керек екенін айтады. Кофи кетіп бар жатқанда мұңайшылар түрмеге қамалады. Бірақ Джаммер оларды босатып жібереді. Дегенмен Кофи шығатын есікті әдейі бітеп тастаған. Соның салдарынан Бат пен Кетфиш су астымен жүзіп өтіп, есікті ашуға тырысады. Бірақ қолдарынан келмейді. Бат ай бассейніне барып, судан сыртқа шығады. Ол Кофиге арт жағынан жақындап, оның тапаншасын тартып алмақ болады. Кофи мұны байқап, қарсыласуға тырысады. Бірақ Монк оқты алдын ала алып тастаған еді. Екеуі қоян қолтық төбелеске кіріседі. Сол кезде Кетфиш өзінің атақты балғасы арқылы Кофиді құлатып жібереді. Бірақ Кофи аман қалып, бір су асты аппаратын мініп қашып кетеді. Бат оны қуып шығады. Ядролық оқтұмсықтың жіберілуіне жол бермеуге тырысқан Бат өте қауіпті жағдайда қалады. Күрес кезінде роф босап кетіп, терең шұңғымаға құлап түседі. Батты басқа су асты аппаратын жүргізіп келе жатқан Линдсей құтқарады. Екі аппарат бір-біріне қайта соғылып, қатты шайқас басталады. Кофидің аппараты ауыр зақымданып, шұңғыма түбіне құлап, оның ішінде отырған Кофи қаза табады. Линдсейдің аппараты да бүлінеді, ішіне су лап қояды, ал Бат оны тоқтатуға қауқарсыз болады. Линдсей Баттан сүңгуір костюмін киіп, оны платформаның төменгі бөлігіне дейін жүзіп апаруды өтінеді. Ол өзі суға батып кететін біледі, бірақ сонда ғана оны кейін тірілтуге мүмкіндік болады деп ойлайды. Келесі көріністе басқа жұмысшылар су ішінде Линдсейдің денесін құшақтап жүзіп келе жатқан Батты көреді. Ол Линдсейді жан ұшыра тірілтуге тырысады. Біраздан кейін үмітін үзгелі тұрған сәтте бозарып кеткен әлсіреген Линдсей кенет жөтеліп, қайта демала бастайды. Бат оны құтқарып қалады. Осы кезде экипаж шұңғыманың түбінде жатқан ядролық оқтұмсықты залалсыздандыруға әлі уақыт бар екенін түсінеді. Бат бұл миссияға ерікті болады.
Оған арнайы ақ түсті костюм кигізіліп, Хиппидің иге құйрығында көрсетілген сол сұйық тыныс алу технологиясы қолданылады. Бат тереңдікке жіберіледі, бірақ жолда қуатынан айырылып, байланыс үзіледі. Ол шұңғыма түбінде жеткен соң, нашар көрінуге қарамастан, Монгтың нұсқаулары бойынша бомбаны сәтті залалсыздандырады. Алайда оның тыныс алатын оттегі қоры небәрі бірнеше минутқа ғана жетеді. Ал ол бұл жерге жету үшін 30 минуттан жұмсаған. Бат Линдсеймен байланысып, бұл сапардың бір жақты билет екенін енді түсінгенін және оны әлі де жақсы көретінін айтады. Содан кейін әлсіреп төмен қарай құлай бастайды. Сол сәтте жанындағы жарқыраған түсті бөтен тіршілік иелерінің бірі оған қолын созады. Батты бөтен өркениеттің орталығына алып кетеді. Олар оған демалатын арнайы бөлме жасайды. Бөтендер батпен жаңалықтар мен бейнелер арқылы сөйлесіп, оның өз хабарламаларын көрсетеді. Оның жан қиярлығы, махаббаты бұл өркениетке адамзатқа деген жаңа үміт сыйлаған еді. Соңғы көріністе алып бөтен кеме теңіз бетіне баяу көтеріледі. Оның үстінде мұнай платформасы мен ондағы барлық адамдар аман тұр. Бат кемеден шығып, Линдсейді құшақтап сүйеді. Оны миссис Бригман деп қарсы алады. Бұл оқиғалар тек әлемді ғана емес, Баттың достарын және оның некесінде сақтап қалады. Осылайша фильмнің басында мұхит түбіндегі бөтендерді ядролық қарумен жойғысы келетін ессіз адамдарды көрген болсақ, соңында әсерлі махаббат хикаясына куә боламыз. Енді бұл фильм туралы сендер не ойлайсыңдар? Пікірлеріңді төмендегі комментарий бөліміне жазыңыздар. Егер тағы да осындай фильмнің қысқаша мазмұнын көргілеріңіз келсе, экрандағы келесі видеоны басуды ұмытпаңыздар. Ғылыми, фантастикалық, экшн және шыдырман фильмдерді жақсы көрсеңдер, арнамызға міндетті түрде жазылыңыздар. Келесі фильм шолуларын жақын арада көретін боласыздар. Көргендеріңізге көп рахмет. Келесі видеода кездескенше.